Достар, Турцияға келген кезде егер де ақшаларыңызды үнемдегілеріңіз келетін болса, турсыз да өзіңіз шығып аралауыңызға болады. Біз қазір сөйтейін деп отырмыз. Алания деген өзінің орталығы бар. Соған қалай жетуге болатындығы, автобустарында қанша теңге және оны төлемді қалай төлеу керектігін барлығын көрсететін боламын. Аланияға жету үшін 50 деген автобус барады екен. Мінекей өзі де келді. Билет құны 45 лира, 2 адамға 90 лира, 1190 теңге төледік. Қайтадан дәл осы автобуспен кері қайта аласыздар. Алания базарына келгенде ескеріңіз, ең бірінші бутиктерінен зат алмаңыз. Қымбатқа ұрынып қалуыңыз әбден мүмкін. Мысалға мен секілді, осы шлепканы кірген бетте ең бірінші кескен сатушыдан 15 долларға 1 доллар түспей сатып алған едім. Әрірек аралап жүріп, дәл осы шлепкалар жарты бағасына тұр. Кейін Алания базарына шығып, қала орталығында Полоға келдік. Онда 50% жеңілдік, ал екіншісін алсаң, оған тағы да 50% жеңілдік бар екен. Әкелерімізге деп және жұмысқа кигенге деп көйлек сатып алдым. Келіншегім сумкамен ми ашып жүр. Не керек, сол базар жақтағы Селим атты кісіден бірнеше сумочкалар сатып алдық. Ал келіншегім таңдап бердім, әрі қарай саудаласыңыз дегеннен кейін шай үстінде жаман саудаластық. Ақыры мен барым сол дедім, ол бұнан артық түсе алмаймын деп жатып, ортақ бағаға келдік. Қысқасы, олармен қорықпай саудаласу керек екен. Келесіде неліктен адамдар Клеопатра пляжына келеді және ол жақта аяғымды қалайша жарақаттағандығым туралы айтатын боламын. Пайдалы блогыма тіркеліп, комментарий жазып, WhatsApp-тан таратып жатқан жандар осы жылда шет елге барып демалуды бұйырсын.